Тойда енесі келініне бос қорап сыйлап, «Міне, сенің өмірің» деді. Зал сілтідей тынды. Юбилейді үлкен салтанатпен өткізді. Қаланың шет жағындағы мейрамхана, түрлі тағамдарға толы ұзын дастархан, жанды музыка, түрлі түсті гирляндалар мен гүл шоқтары, әрі-бері қозғалған адамдар, у-шу, мерекелік көңіл-күй, барлық туыстар жиналды. Тіпті тек үйлену тойы мен жаназада ғана көрінетін алыс ағайындар да келді. Бәрі тосттарды, сыйлықтарды, билерді күтті. Мерекенің иесі Мадина 50 жасқа толды. Жарқырап тұрды. Ашық түсті көйлек, ұқыпты жиналған шаш, күтілген қолдар, көзінде күлкі, жан-жағынан құттықтаулар мен раушан гүлдері. Бірақ оны жақсырақ білетіндер байқады. Күлкісі біртүрлі, жасанды еді. Жасы да, кештің өзі де себеп емес, бәрі енесіне тірелетін. Сәуле апа, Мәдинаның күйеуінің анасы, үстелдің басында нағыз қожайын сияқты отырды. Биік бойлы, арық мұздай көзқарасты, үнемі тік отырған. Тіпті даяшылар да одан именді. Қолын сәл көтерсе болды, олар жүгіріп барып қалағанын орындап жатты. Ақыры ең жақын адамдардың сыйлықтарына кезек келді. Мәдинаның күйеуі алтын білезік тақты, балалары алып гүл шоғы мен алтын ала түсірілген әсерлі бейнеролик сыйлады. Бәрі күліп қол соқты. Содан кейін Сәуле апа орнынан тұрды. Дауысы суық, бірақ соншалықты қатты шықты. Музыкада тына қалды. Ал енді менің сыйлығым. Ол үстелдің астынан үлкен жарқыраған лентамен оралған қорапты шығарды. Қонақтар қызығып қарап қалды. Қорап әсерлі, салтанатты көрінді. Мәдина жүрегінде күдік болса да орнынан тұрып қолына алды. Сәуле апа қолдарын кеудесіне айқастырып, тоңмайын дауыспен айтты. «Міне сенің өмірің». Мәдина лентаны шешті. Қақпағы жеңіл ашылды. Ішіне үңілген сәтте залды таңданыс толқыны жайлады. Қорап мүлде бос болып шықты. «Бос сен сияқты», деді Сәуле апа, кірпік қақпай. «Не мансабың бар, не жетістігің бар. Бар болғаны менің ұлым мен немерелерім. Соларсыз сен түк емессің». Залға тастай ауыр үнсіздік түсті. Тіпті балалар да күлкісін қойды. Мадина сілейіп қатып қалды. Естігеніне сенер емес. Беті оттай жанып, намысы тапталды. Біреу ыңғайсыздана күліп жіберді. Біреу жөткірінді. Бірақ көпшілігі тек бір-біріне қарап қалды. Ауаның өзі қалың пышақпен кессең де болатындай. Мәдина қорапты үстелге қойып, еңсесін тік ұстауға тырысып, былай деді. «Рахмет, мама. Өте ерекше екен». Бірақ даусы дірілдеп шықты. Әлі ешкім білмейтін, осы сәттен бастап кеш қарапайым мерейтой болудан қалды. Келесі минуттарда болатын оқиғалар тек отбасы арасындағы қарым-қатынасты ғана емес, сол дастархан басында отырған талай адамның өмірін өзгертіп жібермек еді. Көп ұзамай болған жағдай бүкіл залды сілкіндірді.